Өте қарапайым әдіспен тауық аяқтарын маринадтап пісіретін боламыз. Қонақ келгенде дастарханға қойғанға да өте әдемі болады. Ол үшін бізге томат, майонез, тұз, қарабұрыш және чеснок қажет болады. Чесногымызды теркадан өткізіп аламыз. Тұз, бұрыш, майонез және томатымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Маринадта кемінде 2-3 сағат тұруы қажет. Неғұрлым көп тұрса, соғұрлым дәмді болып шығады. Менде 3-4 сағат маринадта тұрды. Противенге тізіп қойып шығамыз. Ыдысымыздың түбінде қалып қалған маринадты төгуге асықпаңыздар. Картобымызды тазалап, маринадқа аунатамыз да, оны да противенге қойып пісіріп аламыз. Қызып тұрған 220 градус пеште 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Біздің тауық аяқтарымыз міне дайын. Өте дәмді, сочный, мощный болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүләнтай.